Ұстаздық ету өзінің уақытын аямау, өзгенің бақытын аялау. Ұстаздық қызмет қиын әрі қызықты. Ұстаз болу адамнан білімділікті, шыдамдылықты, төзімділікті, табандылықты қажет етеді. Менің ұстаз болуыма себепкер болған жандар маған тәлім-тәрбие берген ұстаздарым. Мен үнемі оқушы кезімде сабақ беріп жатқан пән мұғалімдерінің шеберліктеріне қызығып еліктейтінмін. Сол қызығушылық мені ұстаздық жолына жетеледі. Әр адамның өзіндік ұстанымы болады. Менің мұғалім ретіндегі ұстанымым оқушылардың бойындағы жақсы қасиеттерді көре білу, білім беруде ізденімпаздыққа ұмтылдыру және балалардың сыни тұрғыдан ойлауын дамыта отырып, оқушылардың санасында терең білім қалыптастыру. Әрине, менің мақтан тұтар шәкірттерім өте көп. Атап айтсақ, Елтаева Ақбота, Шакиров Заманбек, Тілеугүл Жанат, Төленбаева Марал, Рафиков Руслан, Ким Диана сияқты оқушыларымды мақтанышпен айта аламын. Олар лицейде оқып жүрген кездерінде өздерінің білімімен, белсенділігімен және қабілет-қарымының жоғарылығымен ерекшеленді. Өмірде оларға сәттіліктер, жетістіктер, толайым табыстар тілеймін. Алға қойған мақсаттарым өте көп. Біріншіден, келешек ұрпақтың болашағы жарқын болуы үшін олардың бойындағы адами қасиеттерді дамыту. Екіншіден, білекті бірді шығар, білімді мыңды шығар дегендей, шәкірттерімнің білімді де білгір, озық ойлы, зерек те зерделі болуына өз үлесімді қосу. Үшіншіден, қиындығы мен қызығы қатар жүретін мұғалімдік қызметімде өз іс тәжірибемді кеңінен тарату. Бүгінгі жас маман ертеңгі ұлағатты ұстаздардың орнын басатын, олардан үлгі алатын, шәкірттердің сүйікті ұстазына айналатын тұлға. Жас мамандарды тәрбиелеп, жақсы ұстаз деңгейіне көтеру тәлімгердің басты міндеті болмақ. Жаңашыл ұстаз болудағы жас маманның мақсаты білім кеңістігінде болып жатқан жаңалықтардан үнемі хабардар болу, ұжымдағы ұстаздардан үйренгенін іс тәжірибесіне жарату, оқытудың тиімді әдіс-тәсілдерін дұрыс таңдап, баланың пәнге деген қызығушылығын арттыру және мейлінше жаңа ақпараттық технологияларды ұтымды пайдалану. Бірнеше жыл бойы тәлімгер ұстаз ретінде жас мамандарды тәрбиелеп келемін. Атап айтсақ, Қуаншалиева Гаухар Кадыровна, Еркешева Дана Ердосқызы, Жоламанұлы Әди. Жас мамандарға үнемі әдістемелік көмек көрсетіп отырамын. Олардың келешекте білікті де тәжірибелі ұстаз болып қалыптасатынына сенімім мол. Ирина Базарғалиқызы туралы айтатын болсам, шыны керек, ең алғашқы қалыптасқан көзқарас мен ол кісіні Facebook арқылы көрдім, білдім. Сол жақтан шәкірттерімен бірге фотоларын, жеткен жетістіктерін сол жақтан көрген. Қалыптасқан көзқарас өте қатал адам шығар, өте қатал ұстаз шығар деген ойда болғанмын. Бірақ кейін маған тәлімгерлік жасап, осы мектепке келіп, маған осы мектепте оқушылармен жұмысты үйрету барысында, одан кейінгі бірге кез келген сұрақтарымызды сұраған уақытта кез келген жауапты беруге дайын тұратын сондай бір адам екеніне көзім жетіп, сондай керемет ұстаз екеніне көзім жетіп, және де осы әріптестеріміздің де ол кісі туралы өте жақсы көзқарасын біліп, кейін көзқарасым өзгерді. Ол кісі ондай қатал емес, әрқашан шәкірттерге үйретуге дайын тұратын, және де бірнеше жылдық бұл жерде тәжірибесінің барлығына көзім жетті. Ирина Базарғалиқызынан үйренетін нәрсе өте көп, әсіресе шәкірттерінің жеткен жетістіктері, және де оқушымен байланыс жөніндегі, және де осы сабақ беру методикасы жөніндегі біраз тәжірибелерін өзіме үйреніп алғым келеді, және де алдағы уақытта үйренемін деген сенімдемін.